1, 2, 3. Сәлем әлем! Сіздермен Шашпау каналы. Бүгін сіздермен болатын. Тоқта. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сәлем әлем! Бұл Шашпау каналы сіздермен болатын. Құралай Найзабай, Руфилина Құттыбек және мен Дина Айтбекова. Ойын шартымен таныс болған болсақ, ендеше ойынды бастайық. Let's go! Бірінші болып мен бастайын. Жақсы, давайте. Мен қазір бір киндер таңдаймын. Ішінен бір мақал-мәтел шығады, соны менің шартым басқаларға жасыру. Кім ұтады, соған бір киндер получается алады. Так, бірінші мақал-мәтел. Бұл жерде қыз бала екі жақтың түйістіреді. Екі бір нәрсені түйістіруі мүмкін. Екі ауылдың арасын деген ба? Екі ауылдың арасын екі ауылдың арасын жол қосар, екі отбасын беді, екі елдің арасын, екі жердің арасын қыз қосар. Екі елдің арасын қыз қосар. Молодец. Алғашқы киндер. Так, келесін енді мен алайын. Мынаның ішінде де мақал-мәтел бар екен. Так. Былай қараған кезде бұл мақал қазіргі заманның глобальна проблемасы еді, глобалды проблемалардың бірі. Былай қараған кезде, зорлық зомбылық соларды штат. Былай қараған кезде қазіргі таңда қыздарды бәрі демеймін. Көп адамдар сыйламайды, бағаламайды. Былай қараған кезде қыздың жұмысын, өзінің өмірін былай қараған кезде төмендетіп тастайды да. Қызды асырап бақпаған ба? Қызды асырай алмаған? Шамалы ұқсайды. Қыздың қырық жаны бар? Жоқ. Қызды мақаланы ары қарай ашайын ба? Күнге тиеді деген емес па? Сондай сияқты шамалы ары қарай өрбітсеңдер. Қызды асырамаған күнге тиеді. Аха. Жібекті түте алмаған жүнетеді. Иә, дұрыс. Енді қыздар осы тақырыпты талдап жүрсек, шамалы былай қараған кезде кімге тақырыптас ретінде. Кімге берейін? Кім өл давай. Дайте Сульфа жасар. 1, 2, 3. Маған. Спасибо, керемет. Шынымен талқылап жүрек. Жаңа Құралай өте дұрыс айтып кетті. Бұл қоғамның глобальны тақырыптарының бірі, проблемаларының бірі. Расымен де негізі қыз баласы басқа үйге келін болып түскен кезде, оны біздің үйге күн келді, біздің жаңағыдай үйге қызметші келді деген сияқты көзқарасы қарайтын отбасылар да жоқ емес бар. Яғни олар сол үйге болып келді, сен бәрін жасауың керек. Ал егер ер адам жақсап ол қызды аялап ұстаса, әйеліне қараса, болды. Басқа туысқандарда, уже ата-аналарында не шығады? Қатын жанды. Бұл қатын жанды болып кеткен уже деген сияқты болады. Білмеймін, бұл жерде не істеу керек сонда әйелді жандай. Андай да бір сөз бар еді. Қазіргі тілмен подкаблучник деп айтады. Сен жұдырығыңда ұстауың керек, әйелді бастан, баланы жастан деймін. Сондай сияқты да мақалдар да бар. Бұл негізінде ата-бабамыздың бұл айтып кеткен ешқандай сөзіне қарсы келмейміз, алайда бұл сөзге теріс мағына түсініп алатындар бар. Былай қарағанда, көптеген қазіргі адамдар сол қазақтың менталитетін, қазақтың сол айтып кеткен мақал-мәтелін өзінің жағына қарай, өзінің түсінігіне қарай бұрмалап алатындар бар. Икемдеп алады. Сосын қазіргі нелерде отбасыларда айтады ғой, вот әйелсің, сен бағынуың керексің маған, сен менен бір саты төменсің. Ладно, бір саты төменсің, бірақ ол ондай деңгейде емес, сен менен бір саты төменсің, значит сен маған мен жанында жүгіріп жүруің керексің, мен айтқанда істеп, мен тұр дегенде тұрып, мен жат дегенде жатады деген нәрсе дейміз. Былай қарағанда жалпы негізі әйелдердің сатысы, былай айтады ғой негізі. Әйел еркектен бір сатыға төмен тұру керек, бірақ қазір 2-3 сатыға төмендеп кеткен сияқты. Бірақ осы бір сат төмен тұру дейтін дүниеге қалай қарайсыңдар өздерің? Қазір бірақ қыздар заметили то, что прям бұрынғы кезге қарағанда феминистік группалар көбейіп кетті ғой, мысалы. Қазір өз құқығын білетін әйелдер көп, қазір өз құқығын білетін қыз балалар көп, қазір өз құқығын біліп талап ететін біз тең дәрежедеміз дегенді түсінетін қыз балалар көбейіп келе жатыр да. Ол балалар да соған ақырындап кішкене нетіп баратыр. Төселіп, былай қарағанда көп келе жатыр. Түсініп деген сияқты. Феминистік ұғымды қолдайсыңдар ма? Феминистпіз ба? Мен өзім 50% десем болады. Оның келісетін тұстары бар, келіспейтін тұстары да бар. Бірақ мен фанат емеспін.
мен де фанат емеспін, полностью қолдамаймын феминистік топты, бірақ өзінің де бір жағымды жақтары да бар да, оны қолдайтын жерлері өзінің жағымды жақтары бар. Шектен шығып кететін тұстары да бар сияқты меніңше. Қатты кетуге болмайды деп ойлаймын. Белгілі бір нәрселерде ғана әйел мен ердің құқығы тең болу керек. Ал отбасы, ошақ-қасы дейтін дүниеде әйел кісі бір сәт төмен тұру керек, ерін тыңдау керек дейтін нәрсені қолдаймыз. Иә, жалғастырақ онда ойынды кім? Руфа? Сен мен ба? Мен кесегім ба? Давайте. Так, бұл мақал-мәтел 30 жастағы қыз бала туралы, әлі тұрмысқа шықпаған, сондай мақал-мәтел қысқа. Отырған қыз орын табады ма? Иә, отырған қыз орын табады. Иә. Молодец. Күшті. Келесі мен алайын. Так. О, бонус. Как всегда. Менде 2 шоколад, бірі тегін келген. Тағы бірін алайын мұндай болса, иә? О, мұнда бар енді. Насай тұрасың ба? Так. Ой, көрген жоқсың ба? Жоқ, көріп қойған жоқпын. Жақсы, бізде мынадай ұзақ мақал-мәтел екен білеміз әйтеуір. Ұзақ екен көріп қойды Руфа. Былай айтады, қазақ халқында негізі бұл қыздың рөліне қатты тиіседі. Қандай? Тұрмысқа шығуға қатысты. Ол жерде отырып қалу дегенге ұқсайды, бірақ ол тұрмысқа шығып, одан кейінгі дальше өміріне қатысты. Қайтып келген қыз жаман. Сосын? Қайта шапқан жау жаман. Как всегда. Давайте бағанағыдай біздің 1-2-3 қайшы, қағаз құдық қазақша айтсақ. Кеттік. 1-2-3. Сулипа. Руфа, жарайды. Рахмет. Сулипа да мен жата жақсы. Осы туралы айтайықшы, негізі өте көп талқыланады. Қыздар жандай қайтып келген қыз жаман деген сөздің өзі ауыр да негізі. Өте ауыр. Әсіресе қазір не болып жатыр ғой, бұрын енді қазір қойылды ма, қойылмады ма білмеймін. Әйтеуір оңтүстік жақта алып қашу деген тема бар, бізде кім біледі, кім білмейді. Сондай тема қатты жүрген. Сол жақтарда қысым қатты сияқты. Бізде мысалы ондай жоқ та. Мысалы, сен қай жақтансың? Мен өзім Талдықорғаннан, енді бірақ енді оңтүстікке қатты. Иә, мен Түркістаннанмын, мәселен. Мен Қызылордадан. Қызылордадан. Екі оңтүстік. Сол жақтарда мысалы прям алып қашу деген тема көбірек сияқты. Сол жақтарда прям туысқандардың арасында типа ол қайтып келген қыз болды, оған болмайды, алып қашты ма, болды, қалсын деген сияқты заттар бар да. Бірақ оңтүстікте ондай салт дәстүр жайымен жойылып келе жатыр. Мысалы өзім Қызылорда қаласынан болған соң, Қызылордада ондай менталитет қазіргі таңда жоқ. Былай қарағанда заманауи оймен ойлайды да біздің жақта. Былай қайтып келген қыз жаман деген бірақ өте ауыр мақал-мәтелдер. Өте ауыр, иә. Өте ауыр. Жаңағы қыз алып қашу дейтін темаға өтіп кеттік қой. Осы жерде енді қыз алып қашу біздің дәстүрімізде болған деген сияқты нәрсені алға тартады да. Алып қашқан адамдардың ақталу мәселесінде. Бұған не дейсіңдер? Дәстүр ме әлде ойдан шығарылған дүние ме? Кім қалай ойлайды? Жоқ, ол тек қана Қазақстанда ғана емес қой, алып қашу деген. Иә, түркілес халықтарда бар дүние. Түркілес халықтарда да бар. Кавказ дейміз, сол жақтарда да алып қашу бар ғой, мысалы. Солай ма екен? Ұнап қалды ма, барады да кешке жақын алып кете салады, болды, ол қыз уже алып қашты деген сияқты қыз. Бірақ бұл да былай қарағанда бұрмаланған нәрсе сияқты. Алдын жаңа айтып кеттім ғой, көп адамдар өзінің жағына қарай бұрмалап алған. Былай қарағанда өзіміздің ата-бабамыз ол мақал-мәтелді басқа жақтан айтқанда, қазіргі заманда басқа мағынада түсініп қалады. Иә, түсіну, пәтуа шығару дейтін нәрсеге келеді. Мен бір факт оқыдым, қыздар. Мынадай мәселе екен, осы дәстүрмен дейтін нәрсе, алып қашу осы нәрсе алға тартады дейтін дүниеде бірнеше тарихшылар зерттеп көрген екен. Бұл жерде негізі алып қашу дүние бар болған, бірақ келісімді түрде дейтін бар ғой. Қазір екіге бөлінеді. Соңғы бір статистикаға сүйенсек, соңғы кезде андай танымаса да алып қашатын болған, ұнады ма сырттан болды деген жабайызм, жабайы адам ұрлығын алып келетін. Бірақ қазіргі таңда да бар, алып қашу ол тек атымен келісімді түрде. Енді бұрын қазақ халқында келісіммен бірге келес ауылдың қызын ұнатса, бір сөз айттырып, одан соң қалың мал бере алмайтын болса, қалың мал бере алмағанда қыздың жағдайына қарап, одан соң қызды ұзатып алмаған соң сразу ала салған да ол кезде қызды. Бірақ бұның енді атауын алып қашу деп атаған. Осы жерде жатқан сияқты бүкіл қиыншылықтар, бүкіл проблема қазіргі көп талқыланған себебі жаңағыдай
алып қашу деген сөзге байланысты негізі Қазір- келісімді. Иә. Айта кететін зат еще алып қашатын қазір бізде конституцияда заң пайда болды. Заң бар, иә. Ол алып қашатын ер адамдарға жауапкершілік тартылады, яғни жауапкершілікке тартылады заң Иә, бойынша қудалану мүмкін. Иә, адам ұрлығы ғой бұл Иә, қанша иә. дегенмен. Так, жалғастырайық. Келесі кім таңдаушы еді? Кім кезегі? Кура. келесі мен таңдаймын иә. Аха. Келесін мен алайын. Мынаның ішінде де мақал мәтелдер бар екен. Блин, маған бонус түспеді ғой. Ол сирек. Бұл былай қарағанда танымал мақалдардың бірі. Мгм. Былай қарағанда қызды да қыз деп те әйел деп те алады. Осы қазіргі таңда әйелдердің өмірі, жалпы олар қандай қиындықтан өтетіні. Қыздың 40 жаны бар. Келесі. Әйел 40 шырақты. Иә. Әйел 40 шырақты Иә. дегенде бар, иә. Осы туралы не дейсіңдер қыздар? Жалпы онымен 100% қосылуға болады ғой негізінде. Ол уже доказано всеми дейді ғой, женщина. дәлелденген Иә, дүние. дәлелденген. Әрбір әйелдің бастан өтеді, әрбір қыз баланың бастан өтеді. Әсіресе бұндай проблемалар, яғни үйленген кезде, тұрмысқа шыққан кезде, ана атанған кезде қатты көрінетін сияқты. Өйткені біз өзіміздің ата-анамыздың жанында отырамыз ғой. Анамыз сәби дүниеге келген кезде көреміз да, түнде қалай ұйықтамайды. Түн ұйқысын 4 бөлет, прям шынымен де түн ұйқысын 4 бөліп, анам баланың қамын ойлап, өзі ауырса да баласын ойлап, балам ауырмаса екен, балам тыныш ұйықтаса екен деймін, қам жейді. Иә. Біз андай қыз кезде бәрі ту мама қоя берсеңші, ата берсеңші деген сияқты айтамыз да, бірақ ертең өзіміздің басымызға түскен кезде біз де солай жүгіретін сияқты. Иә. Келесі Руфа. Мен тыңдаймын. Мен тыңдайыншы. Бонус түспеді. Так. Вау, күшті мақал мәтел. Қалай түсіндірсем екен? Бізде қазір қыз бала атанған кезде уже әртүрлі көзқарастар басталады. Шет жақтан көру мүмкін, қырындау мүмкін. Соған байланысты. Айттыруға байланысты ма? А? Қызды айттыруға байланысты ма? Жоқ, айттыруға емес. Қызды айттырып алады ғой. Қызға Бір шамаландай ыңғайсыздау мақал бар еді ғой. Бір үлкен адамдар туралы ма, қалай былай қыздың үлкен адамның қызға қырындауы деген сияқты сондай сияқты. Қыз өтсе шал ысқырар ма? Жоқ, 80-дегі шал мойнын бұрып тұрады ма? Иә. Басын. Соны полностью айтып беріңдерші. Так, қыз қасынан өтсе ме еді? Қасынан қыз өтсе, 80-дегі шал мойнын бұрар ма? Басын көтеріп, мойнын бұрар. Басын көтереді. Все, молодцы. Қасынан қыз өтсе, 80-дегі шал басын көтерер. Құттықтасын. Бұған не дейсіңдер енді? Сәл ыңғайсыздау екен. Ыңғайсыздау мақалдардың бірі. Так. Бір харасмент дейтін дүние бар нәрсе. Сізаға кішкене. Не де аламыз? Қазіргі еще айта кететін жайт, соңғы жайттарда TikTok желісінде бізде андай индрайвердің такси жөніндегі мәселе есіме түсіп кетті. Харасмент деп айтып кетті Дина бағана. Яғни қыз балалар таксиге отырған кезде үлкен жастағы, бір 40-50 жастағы ағалардың жап-жас қыздарға әрекеті сондай заттар кішкене әсер етті. Тағы да мен TikToktан тағы да бір видеолар көрген тұғымын. Жай ғана автобуста тұрғанда 50-60 жастар үлкен ересек адам, былай қарағанда 50-60 шал, үлкен аталарымыз, былай қарағанда 15-16 жастағы қыздарға харасмент дейді ғой, тиісіп, былай қараған кезде өзінің денесін ұстап, жабысып сондай істеген. Ол қыз былай қараған қуанышына орай үлкен айқай шығарып сол кезде көмекке шақырған, сол видео TikTok желісіне тарап кетті. Өте танымал TikTok видеосы. Мына жақта видеосы көрсетілуі мүмкін, кішкентай отрывын көрсетілуі. Негізі бұл мақалды біз қазіргі заманға икемдеп айтып жатқан сияқтымыз да. Негізі бұның мағынасы мүлде басқа да болуы мүмкін ше. Меніңше бұл дүние енді қыз өссе, бой жетсе, ешкім көркіне, тіпті шалдың өзі былай қарап тамсанады деген сияқты мағынада сияқты да. Бірақ енді білмеймін, дәл қазіргі заманда ол қаншалықты орынды деген бар да. Сондықтан бұл қиындау нәрсе. Мағынасы өзгеретін сияқты шамалы. Келесі кім? Мен айттым ғой. Да, келесі сен айта сал. Мен алайын ба? Жоқ, Динаның кезегі. Дұрыс. Окей. Насайсың ба? Так, мұнда бар мақал. Қарамай тұра. Қазір біреуге береміз. Қарап қоймаңдар. Қарамайық. Ұзын мақал ма, қысқа мақал ма дейсің? Так, қысқа мақал. Қысқа сияқты. Қысқа екен. Бұл жерде примерно жақсы көрейік. Қыз қылығымен сүйкімді десең, жоқ олай емес. Бұл негізінде қыздың бағасын түсіру.
кемсіту деген мен солай түсіндірмеймін, сендер қалай түсінесіңдер? жоқ, оны шамалы Тапсақ? ашып айтасың ба? Ол былай кемсіту туралы көп қой. Иә, мұнда былай айтады да, қыз андай қыздарды бөлген ғой енді, сұлу қыз деген сияқты. Бұл жерде енді бір тері ауруына қатысты бір нәрсе бар. И және ол жердегі сырғаға қатысты. Және ол ең бағалы сырға негізі алтын да. Енді бұл жерде басқаша бір дүние айтады. күміс деген Алтын, күміс, қола, анау деген Иә, сияқты. енді байланыстырыңдар. қотыр қыз Иә. Қотыр қызға қола сырға ма? Иә, Қотыр қызға қола сырға. молодец Керемет. Келесің, рахмет. Бұған не дейсіңдер? Бұл мақалда кемсітушілік бар сияқты ма қалай? Кәдімгідей қыздың абыройын, келбетін кемсітіп тұр ғой. Былай қараған кезде ол қыз деген кінәлі емес қой, ондай туылғанына, өзінің бейнесі сондай болғанына. Жоқ, негізі бұл жерде қотыр қыз, прям қотыр деген мағынада емес қой. Білем ғой, былай қарағанда бір жерінен кем қыз деп тұр ғой енді. Қалай болса енді тері ауру ондай емес, басқа жағынан бір кем қыз. Соған қол астыра ол қалай? Иә. Кез келген қыз алтынға пара-пара келеді. Иә, алтынға пара. Алтын бер, кез келген қызға алтын берсе жарасады дегісі. Жоқ, білмеймін енді. әрбір қыз өзінің несі болады да, ерекшелігі болады. Әрбір қыз өзінің қылығымен, өзінің табиғаты. Иә, өзінің табиғатымен ерекше. Иә. Жақсы, келесі. Кура. Жаңағыда айта кетейін, мысалы деген бір қызда бір белгілі бір кемшілік болғанмен бір жағының артықшылығы болады. Сондықтан өйтіп алтын, күміс, қола деп өйтіп бөлуге болмайды. Ол дұрыс емес. Келесімен Династы тұра аласың ба? Бонус! Жоқ, бонус емес, өкінішке орай. Мақал мәтел бар. Бізде қанша бонус? Келесі. Білмедім уже. Үштал қалды. Қанша ұпай бізде қазір? Бәрімізде тең болып тұр пока что. Бәрімізде үшеумізде тең болып тұр. Жеңімпаздан Кім ұтатынын білеміз. Болды, өте танымал мақал, маған что-то көп танымал мақалдар көп не кездесіп кетті. Иә. Былай қарағанда қыздың өзінің назы болады, өзінің былай қараған кезде характері. Дұрыс. Келесі так. Білмейсің ба? Мен шоколадты қайда қойып? Походу, бірдей емес. Жоқ, бірдей емес. Мен өзіме қойып қойдым. Оказывается, ода екеу екен. Мен таңдаймын, иә? Так, давайте біреу таңдайын. Маған бонус түсті. Мен бүгін шоколадқа тоям десін. Давайте тағы біреуін алайын енді. Так, мында бонус емес, конечно. Бұл қызық мақал. Яғни, қыз бар жерде міндетті түрде сөз жүреді. Не то, что сөз жүреді. Қыз отырған жерде, үш қыз жиналған жерде міндетті түрде әңгіме жүреді. Қызды ауыл өсекшіл. Молодец. Ондай мақалды мен білмейді екенмін, шынымды айтсам. Шынымен де енді қыздар жинала қалса бір нәрсені айтып, талқылап, айтып, ол табиғи нәрсе ғой. Табиғи нәрселердің бірі. Бірақ былай қарағанда дұрыс емес нәрсенің бірі. Өзіміз мойындамаймыз оны. Иә. Біз өсек айтып жатқан жоқпыз деп. Біз жай ғана әңгімелесіп отырмыз. Сосын тиктокта ғана не ғой? Мы никого не осуждаем деп. Мы никого сосын барады да айтады. Иә, бірақ айта кету керек. Өсек айтпаңыздар, ол ғайбат. Иә, болмайды. Харам. Так, соңғы шоколад. Сонымен тырысайық. Кім ұтады екен? Мынадай мақал. Так, қарамаймыз. Қандай бір мақал қалып еді десем. Олай уәде етпейміз, иә. Так, бұл жерде енді қызды әсем бір табиғатқа теңейді. Екі сөзден тұратын мақал. Сонымен қыз бой жетсе, өссе. Қалай көре айтшы. Танымал мақалдардың бірі ма? Кішкентай кезімізден айтып жүрген, мен мысалы бір мақал білетінмін, қыз өссе елдің көркі деген. Иә, соны жалғастыр. Қыз өссе елдің көркі, шөп өссе жердің көркі. Шөптің несі, гүл өссе жердің көркі, дұрыс па? Дұрыс. Шөптің туысқаны. Бір мақал есімен, білмеймін, орынды емес па? Не дейді, ұлдар айтушы еді ғой. Қосасындар ма, қоспайсындар ма, білмеймін. Иә, көрейік. Қызың жол жіңішке ұлын жол тәпішке ма? Ол емес. Өмірде не көп? Сондай. Өмірде не көп? Қыз көп болса шөп көп. Дима бірдеңке деген бар емес пе, не? Иә. Естіген сияқтымын. Қыз деген көп. Шөп деген көп па? Қалай еді? Туф, ұмытып қалдым ғой құрсын. Қыз деген шөп, шөп деген көп. Иә. Қызды шөпке теңеген ауыренді болдырды. Шөп өссе елдің көркі деген. Сонымен
қанша ұпай Бізде жиналды? иә санап жүрейік шоколадтарымызды. Вау! Менде төрт шоколад. үшеу ақ менде. Иә, Менде сонымен. 5. Керемет. Достар, енді сіздерге жеңімпазға біз ойланбадық, не беретініміз туралы. Сіздердің еркілеріңізге қалдырамыз. Жеңімпазға не берейік? Комментарийға жазып кетіңіздер. Кез келген сыйлық, мынада әсем қызға не берсек болады. Сіздер де атсалысаңыздар болады, немесе Кура екеуміз, Құралай екеуміз бір нәрсе береміз. Біздің каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Лайк басамыз, Және пікір қалдырамыз. репост жасап, колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Ұмытпаңыздар. Бізге қолдау білдіріңіздер, біз жас каналымыз, жас жобамызға, рубрикамызға қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Келесі кездескенше. Пока. Тыңдай салайықшы, сөйлей салайық на всякий. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай каналы, анау-мынау тыңдай жүрші қайттан. Өшір. На всякий. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге осындай каналы, анау-мынау тыңдай жүрші қайттан. Мынаны бірақ тықылдатпаймыз. Мынау еще мынаны бетіне сүймейді. Вообще не қад, саусағымды секіспей қояйық, ыңғай келсе. Мынаған жазылады, главное. Қанша уақытында тек өтетін мен ертең кешке босамаймын. Главное, понедельникке дейін, Азында шығу керек дедім, понедельник. Оннан кеш болмау керек деді. Воскресенье дайына қойған қой. Прям оған таймер қойып қойға бола ма екен, Понедельник ютубқа? сабақ бермей? Білмеймін. Жоқ, келеміз. Иә. Давай. 1, 2, 3. Сәлем әлем! Сіздермен Шашпау каналы. Бүгін сіздермен болатын